Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи rabbil alamin. Вассалату вассаламу аля расулиллахи ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Амма ба'ду. Бүгін Аллахтың көмегімен, нығметімен оразаға байланысты екінші дәрісімізді аламыз. Ол ықыластылық. Шын мәнінде ықыластылық жүректің ең ұлы ибадаттарының бірі. Ол ибадаттың шарты ғана емес, оның сыры әрі оның орындауындағы сауаптың мол болуының себебі. Асылында ибадат қабыл болу үшін екі шарты бар. Біріншісі ол ықыластылық болу керек, екіншісі пайғамбарымыздың сүннетіне сәйкес келу керек. Сонымен қатар ол ибадаттың сыры болып есептеледі. Әрі оны орындауындағы сауаптың мол болуының себебі. Яғни бір кішкентай бір амал жасайсың, сол ниет қойып ықыластылықтың себебінен ол кішкентай амал үлкен амалға өсіп, соған қарап беріледі. Жалпылама алғанда ықыластылық дегеніміз құлдың жасаған амалдарын тек ықыласты түрде Аллахтың разылығы үшін жасайды, қиямет үшін жасайды. Қияметте Алла Тағаланың разы болып жәннатқа кіргізу үшін ниеттеніп барынша ықыласты болады. Сол сияқты ықыластылықтың мағыналарынан дүниелік ешбір нәрсені көздемейді, тек қана Аллахтың жүзі. Ақша көздемейді, атақ, мансап емес. Яғни адамдардың мақтауын көздемейді, олардың көңілін табуын мақсат етпейді, тек қана бір Аллахтың жүзі үшін ғана. Алла субхану ва тағала Құранда айтады: "Иллаллазина табу ва аслаху ва атасаму биллахи ва ахласу динахум лиллахи фа улаика ма'ал му'минин." Сондай адамдар тәубе келіп, салихалы амал жасап, дұрысталып, және де Алла Тағалаға байланысқаннан кейін, және де өздерінің діндерінде ибадатта ықыласты болғаннан кейін, Алла субхану ва тағала расында бұлар муъминдер дейді. Өйткені олар тәубе келіп, өзгеріп, салиха амал жасап, Аллахқа байланысып, діндерінде ибадатта ықыласты болған үшін Алла субхану ва тағала расында бұлар муъминдер дейді. Ва сауфа ю'тиллахул муъминина аджрун азима. Расында Алла субхану ва тағала муъминдерге ұлы сауап, ажр береді. Ибадат Алланың құзырындағы қабыл болу үшін міндетті түрде ықыластылықпен орындалу керек. Алла субхану ва тағала Құранда айтады: "Қул инни умирту ан а'будаллаха мухлисан лахуддин ва умирту ли ан акуна ауал муслимин." Az-Zumar сүресінің 11-12 аятында Алла Тағала Құранда айтады: "Айт, Мұхаммад, маған дінді Аллаға шынайы ықыласты түрде арнап құлшылық етуге бұйырылды. Мен сөйтіп бұйырылдым. Ықыласты түрде, шынайы Алла Тағалаға ықыласты түрде. Сондай-ақ мұсылмандардың алғашқыларының бірі болуым бұйырылды." Бұл аят дәлелді Алла субхану ва тағала ықыласты түрде барлығымызға ибадат жасау керек екенін. Енді алатын маңызды мәселе ықыластылық дейтін тілдік және шари мағынасы. Яғни жалпылама ықыластылықтың түсіндірмесін аламыз бірінші, одан кейін оған байланысты дәлелдерді аламыз, содан кейін ықыластылықтың жемісін аламыз, содан кейін ықыластылықтың алиматтары, сосын қалай ықыласты болуға болатынын үйренеміз иншалла. Ал-ихласу фил-луға, яғни ықыластылық тілдік мағынасы ат-тасфия, яғни бір нәрседен тазару. Бұрынғы кезде арабтар айтатын болған халластул асала, яғни балды ластықтан тазарттым деген мағынаны айтатын болған. Халласту яғни тазарту. Вал-ихласу шар'ан, шари мағынасы ан яқсидал мар'у би'ибадатихи ат-тақарруба илаллахи вал-усула иля дар караматихи. Яғни мағынасы әрбір мұсылманның ибадат жасаған кезде Алла субхану ва тағалаға жақындау үшін немесе оның жәннатын жету үшін жасалатын әрбір ниетті, әрбір мақсатты біз ықылас дейміз. Ықыластылықтың мақсаты жалпы Алла Тағалаға разы болу үшін, Аллахқа жақындау үшін, немесе оның жәннатына кіру үшін. Бұл негізге қатысты дәлелдер Құран мен сүннетте өте көп, онда ықыластылық маңыздылығы және оның жемістері баяндалған. Мысалға Алла Тағала Құранда айтады: "Қул амара рабби бил қисти ва қиму уджухакум инда кулли масджидин ва ду'уһу мухлисина лахуддин кама бадаакум таудун." Араф сүресінің 29 аятында Алла Тағала айтады: "Мұхаммад айт, Раббың әділдікті бұйырды. Әрбір мешітте жүздеріңді құлшылықта тура бұрыңдар. Және дінді оған ғана арнап, шынайы түрде, ықыласты түрде құлшылық етіңдер иманы. Сендерді алғаш атқандай қайта оған қайтарсыңдар." Араф сүресінің 29 аяты. Бұл аят дәлелді Алла субхану ва тағала ықыластылыққа бұйырып атқанын. Әрбір мұсылман үшін ықыласты болу ол ұлы уәжіптерден. Басқа аятта Алла субхану ва тағала Құранда айтады, Ғафир сүресінің 14 аятында: "Фадуаллаха мухлисина лахуддин валау карихал кафирун." Яғни оның мағынасы Алланың дінінде ықыласты түрде құлшылық етіп шақырыңдар, кәпірлерге жек көрсе. Яғни Алланың дінінде ықыласты түрде құлшылық етіп шақырыңдар. Бұл аят дәлелді мұсылманға уәжіп болды ықыласты болып Алла Тағалаға ибадат жасау және де шақыру. Басқа аятта Ғафир сүресінің 65 аятында: "Хуал хайю ла илаха иллаху фад'ууху мухлисина лахуддин алхамдулиллахи раббил аламин." Яғни бұл аяттың мағынасы ол Раббың тірі және де хақ, одан басқа құлшылыққа лайықты ешбір тәңір жоқ. Сондықтан дінді оған ғана ықыласты етіп, оған ғана жалбарынып сұраңдар.
барлық мадақ әлемдердің Раббысы Аллаға тән. Бұл аят дәлелдейді, Алла субхана ва тағала бізді бұйырып жатыр бір өзіне ғана құлшылық етіп шақыруға. Басқа аятта Әл-Бейна сүресінің 5-ші аятында وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Мағынасы, ықыласты түрде ханиф күйінде біз оларға бір Аллахқа құлшылық етуге бұйрық дейді. Бұл аят анық дәлел, бізге әрбір мұсылманға уәжіп болды ықыласты түрде Алла Тағалаға құлшылық етіп табынуға. Сол сияқты басқа аятта «Құл инна солати ва нусуки ва махияя ва мамати лиллахи раббил аламин, ла шарика лаху ва бизалика умирту ва ана ауал муслимин». Әл-Ан'ам сүресінің 162-163 аятында Алла айтады: «Айт, менің намазым, менің құрбандығым, өмірім және өлімім әлемдердің Раббысы Аллахқа ғана ықыласты түрде арналады. Оның серігі жоқ. Маған осылай бұйырылды және мен мұсылмандардың алғашқысымын» дейді. Басқа аятта Каф сүресінің 110 аятында «Фаман кана яржу лиқа раббихи фали'амал амалан салихан ва ла юшрик би'ибадати раббихи ахада». Аяттың мағынасы, кім Раббысымен кездесуді үміт етсе, ізгі амал ықыласты түрде жасасын және Раббысына құлшылықта ешкімді серік қоспасын деген аят. Бұл аят дәлелдейді, мұсылманға уәжіп болды ықыласты түрде ізгі амалды жасауға. Сол сияқты пайғамбарымыздың хадистерінен Абу Хурайра деген хадисте пайғамбарымыз айтты: кім Аллах үшін жақсы көрсе, Аллах үшін жек көрсе, Аллах үшін берсе және Аллах үшін тыйса, иманның кемеліне жеткізген болады. Яғни иманы кәміл болады дейді. Бұл хадисті Албани сахих қылған. Басқа хадисте 3 түрлі іс бар дейді. Кімді-кім осыны істейтін болса, ол адам иманның ләззатын табады. Біріншісі, Аллах оның елшісін барлығынан да ықыласты түрде қатты жақсы көреді. Екіншісі, бір бауырын жақсы көрсе, тек қана Аллахтың жүзі үшін жақсы көреді. Үшіншісі, Алла субхана ва тағала оны тура жол салғаннан кейін, сол бұрын өзінің жахилиетті күпірлік кезін жек көрмейінше, қалай өзін тозаққа лақтырған жек көргендей, ол адам иман ләззатын сезбейді деген. Осы 3 бұйрық мұсылмандар Аллах үшін істеу керек. Осы хадис дәлелдейді ықыластылықтың уәжіп екеніне. Шейх Албани сахих қылған басқа хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, кутси хадисте, Алла Тағала былай деді: мен серіктен ең баймын. Яғни мағынасы қандай? Инна Аллах табарaka тағала яқул ана хайру шарикин, фаман ашрака маи шарикан фахуа ли шарики. Я айюхан насу ахлису а'малакум, фа инна Аллах табарaka тағала ла яқбалу минал а'мали илля ма хулиса лаху. Мағынасы, мен өзіме серіктес болудан жоғарым дейді атылы. Яғни серіктеске өзімен бірге серік болу, шарик болудан қажет етпеймін дейді. Кімде-кім бір амалда маған серік қосса, мен оны да оның серік қосқанда тәрк етемін. Ей адамдар, амалдарыңды ықыласпен істеңдер. Алла Тағала тек өзі үшін таза істелген амалды ғана қабыл етеді. Осы хадис дәлелдейді, мұсылманға уәжіп болды ибадатты бір Аллахтың жүзі үшін істеу керек екеніне. Кімде-кім басқа біреумен қосатын болса, ол қабыл болмайтынына. Басқа хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, бір кісі пайғамбарымызға келіп, бір адам олжа үшін соқсады, трофей үшін. Біреу атақ үшін соқсады, біреу өз орнын көрсету үшін соқсады. Қайсысы Алла жолында деп сұраған кезде пайғамбарымыз айтты, кім Алланың сөзін үстем болсын деп ықыласты түрде соқса, бұл Алла жолында деген. Яғни Аллахтың жүзі үшін деген мағына. Бұл хадис дәлелдейді, мұсылман ибадатты Аллахтың жүзі үшін жасау керек екеніне. Сол сияқты басқа хадисте пайғамбарымыздың хадисі бар, қандай да бір құл ла илляха иллаллах айтқаннан кейін шынайы түрде ықыласпен айтса, оған аспанның есіктері барлығы ашылады. Кімді-кім ла илляха иллаллахты ықыласты түрде айтатын болса, оған аспанның 8 есігі ашылады дейді. Тіпті аршыға дейін жетеді, егер үлкен күнәлардан сақтанса. Бұл хадистің пайдасынан кімді-кім ла илляха иллаллах айтса, бұл адам құтылатынына ықыласты түрде айтатын болса, пайғамбар шафаатына иеленетініне, ықыласты ол ұлы ибадат екеніне. Одан кейінгі мәселе ықыластылықтың жемісі. Адам ықыласты болған кездегі оның келетін үлкен бір сауабы мен жемісі. Жалпы 14 жемісі бар. Соны қысқаша әрқайсысын бір дәлелден қосып айтып шығамыз иншалла. Біріншісі, үлкен жемістерінен қабул а'мали ва хаза ахамму хазиhi самарат. Біріншісі, адамның амалдары қабыл болады. Бұл ең маңызды жемістердің бірі. Ықыластылық амалдардың қабыл болуының шарттарынан. Оған хадис пайғамбар айтады, бір кісі сауапта атақты да алғысы келеді. Яғни бір адам сауапты да алғысы келеді және атақты алғысы келеді. Ибадаттарда, бір істерде. Оған не бар дейді пайғамбар сұрап отыр бір сахаба. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, еш нәрсе жоқ дейді. Сөйтіп жауап берген. Яғни ықылассыз амал қабыл болмайтынына дәлел. Басқа хадисте инна Аллаха ла яқбалу минал амали илля ма кана лаху халисан вабтуғия бихи важхуху. Расында Алла Тағала қабыл етпейді амалды, егер де ол амалда Алла Тағаланың жүзін ниеттеніп ықыласты болмайынша дейді. Бұл хадисті Албани сахих қылған. Екінші жемістерінен бауырлар ан-наджату мин тахаббути шайтан ва игваихи. Яғни екінші жемістерінен ықыласты болған адам шайтанның азғыруынан
барлық оның уасуасынан аман қалады екен. Ықыласты адам ешқашанда шайтанның уасуасынан азғырылмайды. Сол сияқты Құранда аятта келгендей قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Яғни аят мағынасы сенің ұлылығыңмен ант етемін, олардың барлығын, адамдардың барлығын ібілісіне етіп тұр, азғырам дейді. Тек қана кімдерден басқа? Тек сенің ықыласты құлдарынан басқа. Ол аят дәлелдейді, адам ықыласты болса шайтанның азғыруынан аман қалады. Үшінші жемістерінен бауырлар ан-наджату минал азаби уал фаузу бил жанна. Адам ықыласты болатын болса, азаптан құтылып жәннатқа жетеді, жәннатқа кіреді. Алла субханаху ва тағала Құранда айтады, ауыр азапты тартыңдар дейді. Кімдерге айтып отыр? Кәпірлерге. Сендерге тек істеген амалдарының ғана қайтарым беріледі, жазаларым беріледі. Бірақ Алланың ықыласты құлдары, олар үшін белгілі ризық бар, олар құрметке бөленген нығмет толы жәннаттарда болады дейді. Яғни керек жері илля ибадаллахил мухласин улаика лахум ризқун маълум фаваких ва хум мукрамун фи жаннати наим деген аят. Бұл аят дәлелдейді, кім ықыласты болатын болса, ол адам тозақтың азабынан және де жәннатқа кіруіне себеп болады. Төртінші жемістерінен истиджабату дуа ва наджату минал махалик ал мухаққақа ва танфисул курбат. Яғни дұғаның қабыл болуы және қиыншылықтардан құтылуы құрбанға апаратын барлық жамандықтан сақтайды Алла. Оған дәлел Алла Құранда айтады, Әл-Анкабут сүресінің 65-ші аятында فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Яғни мағынасы, олар кемеге мінгенде, яғни мушриктер, Аллаға шынайы ықыласпен дұға етеді. Яғни кемеге мініп, сондай тоқым болған кезде, сонда қиналған кезде олар ықылас түрде Алладан дұға тілеп сұрайды, мушрик болып тұра. Ал оларды Алла субханаху ва тағала аман есен құрлыққа сақтап шығарған кезде олар қайтадан серік қосады. فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Басқа аятта دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Юнус сүресінің 22-ші аятында. Яғни мағынасы, олар мушриктер Аллаға шынайы ықыласпен жалбарынады. Егер бізді осыдан құтқарсаң, міндетті түрде шүкір етушілерден боламыз дейді. Осы аятта дәлелдейді, мұсылман ықыласты болатын болса, оның жемістерінен Алла субханаху ва тағала оның қиыншылығын жеңілдетіп, оның дұғасын қабыл етеді, дұғасын жауап береді. Сол сияқты Бану Исраил қауымынан исламнан бұрын 3 сапаршы бір пешереге түнетемін деп қонған кезінде үлкен тас шалып қалады. Хадис Бухари Муслим деп айтқан. Сол кезде олардың айтатын сөздері иннаху ла юнаджикум мин хадихи сахра илля ан тад'у Аллаха мухлисина би солихил амал. Яғни осы бізді осы үлкен тастан тек қана Алла субханаху ва тағалаға ықыласты түрде салих амалымызды айтып, себеп қылып дұға тілемесек құтылмаймыз дейді. Әрқайсысы өзінің салих амалдарымен ықыласты түрде дұға тілеп, сұраған кезде мана тас жылжып, сөйтіп аман қалған. Бұл хадис дәлелдейді, адам ықыласты түрде сұрайтын болса, Алла субханаху ва тағала олардың дұғасын қабыл етіп, қиыншылығын жеңілдетеді. Бесіншісі аннаху сабабун лил истихлафи фил арди уан наср уат тамкин уал амн. Яғни мағынасы, ықыластылықтың себебінен, жемістерінен жер бетінде мұрагерлікке, жеңіске, билікке және қауіпсіздікке себеп болады екен. Алла субханаху ва тағала Құранда айтады: "Ва'адаллаху аллазина аману минкум ва амилус солихати ла ястахлифаннахум фил арди кама истахлафа аллазина мин qablihim ва ла юмаккинанна лахум динахум аллази иртада лахум ва ла юбаддиланнахум мин ба'ди хауфихим амна я'будунани ла юшрикуна би шай'a ва ман кафара ба'да залика фа улаика хумул фасиқун." Нұр сүресінің 25-ші аятында Алла Тағала айтады: Алла сендерден иман келтіріп, ізгі амал жасағандарға ықыласты түрде, яғни өздерінен бұрынғыларды мұрагер еткендей, оларды да жер бетінде мұрагер етуді уәде етті. Неге? Ықыласты болған үшін. Әрі олар үшін разы болған діндерін нығайтты және қорқыныштарын кейін қауіпсіздікке ауыстырды. Олар маған құлшылық етіңдер, маған еш нәрсені серік қоспаңдар, ал кім бұдан кейін қарсы келсе, міне солар бұзақылар. Бұл аят дәлелдейді, кім ықыласты болса, ықыластылықтың жемістерінен жер бетінде басшы болады, жеңіс беріледі және де тыныштық келеді. Алтыншы жемістерінен ан-наджату мин азабилля. Аллахтың азабынан, тозағынан аман қалады екен. Кім ықыласты болса. Оның алдындасы азап болса, мынау енді тозақтан. Алла субханаху ва тағала Құранда Мәриям сүресінің 71-72-ші аятында ва ин минкум илля варидуха. Варидуха деген мағынасы әрқайсысың тозаққа өтіп шығасыңдар деген мағына. Ибн Масғуд оны сират көпірден өтесің дейді. Ибн Аббас сахаба бұл варидуха деген сөздің мағынасы әрқайсысың бір рет тозаққа малынып шығасыңдар деген мағына. Кәна аля раббика хатман мақдия дейді. Бұл Раббының тарапынан нақты үкім дейді. Сумма нунajjilladina taqaw wa nazarul zalimina fiha jithiya. Кейін Алла субханаху ва тағала ықыласты, тақуалы адамдарды құтқарады дейді.
Бұл аят дәлелдейді, мұсылман егер де тақуалы болатын болса және де ықыласты болатын болса, тозақтан құтылатынына. Сол сияқты пайғамбарымыздың хадисі бар: иннама янсуруллаху хазихил умма бидаифиха бидауатихим ва салатихим ва ихласихим. Расында Алла субханала тағала бұл үмметті өзінің қамқорына алып жеңісін береді, көмегін береді. Ненің себебінен? Әлсіздер арқылы, олардың дұғаларымен, олардың намазымен, олардың ықыластылықтарының себебінен дейді. Бұл хадисті Албани сахихлаған. Бұл хадис дәлелдейді, Алла субханала тағала ықыласты болсаң, сені артылай жеңіс беріп, сені бүткіл азабынан құтқаратынына. Жетінші жемістерінен урафул манзила ва даражату фи дуния вал ахира. Яғни дүниеде және ақиретте дәреженің көтерілуі. Бұл өмірде және қияметте дәрежесінің көтерілуі, манзиласы жоғарылады. Алла субхану ва тағала Құранда айтады: "Ярфаиллаху аллазина аману минкум валлазина утул илма даражат". Яғни мағынасы, Алла субхану ва тағала ілмилермен ықылас түрде иман келтіргендердің дәрежесін көтеріп қойды деген аят. Әл-Муджадила сүресінің 11-ші аятында. Сегізінші жемістерінен ассаламату минад-далал фи дуния. Адам баласы ықыласты болса, міндетті түрде Алла оны адасудан сақтап қояды екен. Үлкен бір жемістерінен, яғни адасудан аман қалдырады. Алла субхану ва тағала Құранда айтады: "Юсаббитуллаху аллазина аману бил-қаули сабити фил хайати дуния ва фил ахира ва юдиллуллаху залимин ва яфалуллаху ма яша". Алла иман келтіргендерді, яғни ықыласты түрде иман келтіргендерді берік сөзбен дүниеде, дүние өмірінде, ақиретте де нығайтады, табан бекем болады. Неге? Ықыласты болған үшін. Алла залымдарды адастырады, Алла қалаған істейді дейді. Бұл жерде керек жері уюдиллуллаху залимин, яғни ықыластыларды табан нық қылса, ал адасқандарды адастырады дейді. Залымдарды табан нық қылмайды. Бұл дәлелдейді, адам баласы егер ықыласты болса, соның жемістерінен Алла субхану ва тағала барлық оны адасудан аман қалдыратынына. Содан кейін тоғызыншы жемістерінен әл-хаяту тайиба уәл ажру жазил. Яғни мағынасы жақсы өмір және мол сауап береді Алла субхану ва тағала кімдерге? Ықыластыларға. Оған дәлел: "Ман амила салихан мин закарин ау унса ва хуа муъминун фала нухияннаху хаятан тайиба ва ла наджзияннахум ажрахум би ахсани ма кану яъмалун". Аяттың мағынасы, кім қандай да бір ер адам немесе әйел адам ықыласты түрде иман келтірген күйде ізгі амал істейтін болса, әлбетте біз оған жақсы өмір береміз. Яғни әлбетте біз оған бұл өмірде көркем жақсы өмір сыйлаймыз. Және істеріндегі ең жақсысына қарай сыйлық береміз дейді. Бұл аят нақты дәлелдейді, кімде-кім ықыласты болса бұл өмірде жақсы бақытты өмір сүретініне. 10-шы жемістерінен ат-тауфиқул фауз би хуббиллахи лил-абди ва хубби ахли самаи вал ард. Кімде-кім ықыласты болса, Аллах субхану ва тағала оған әрқашанда жақсылыққа, жеңіске мұрша, возможность, тауфиқ береді дейді. Сол сияқты Алла тағаланың махаббатына еленеді. Аспандағы періштелер оны жақсы көреді, және де жер бетіндегілер жақсы көреді. Неге? Өйткені олардың ықыласты болған үшін. Оған дәлел хадис Бухари риуаяткен. Пайғамбарымыз айтты: "Иза ахаббаллаху ал-абда нада Джибрил, инна Аллах юхиббу фуланан фаахиббуху, фаюхиббуху Джибрил, фаюнади Джибрилу фил ахли ас-самаи, инна Аллах юхиббу фуланан фаахиббуху, фаюхиббуху ахли ас-сама, thumma юдау лаху ал-қабулу фил ард". Яғни мағынасы, Абу Хурайра деген хадисте, Алла бір құлын жақсы көрсе, Джибрилді шақырып, расында Алла бәленшені бір адамды жақсы көрді, сен де оны жақсы көр деп бұйырады екен. Сол кезде Джибрил оны жақсы көреді де аспан тұрғындарына, бүткіл періштелерге айтады екен: "Алла пәленшені, бір мұсылман адамды жақсы көрді, яғни ықыласты болған үшін. Сендер де оны жақсы көріңдер" деп жариялайды. Сол кезде аспан тұрғындарының барлығы мана ықыласты құлын, Алланың құлын жақсы көреді екен. Кейін оған жер бетіне де қабылдау, сүйіспеншілік, яғни махаббаттылық беріледі екен. Субханалла, кейде көресің, бір бауырдың қатты ілімі болмаса да, бірақ оның ықыластылығының себебінен, оның қарапайымдылығымен сондай сүйкімді болады. Ол Алла тағаланың тарапынан келген үлкен бір ризық. 11-ші жемістерінен әл-бараату минан нифақ уәл ажрул азим. Расында ықыласты адам өзін нифақтықтан, мұнафиқтықтан алыстайды, және де үлкен сауапқа еленеді. Яғни екіжүзділіктен арылады, және де ұлы сауапқа еленеді. Оған дәлел Ниса сүресінің 145-146 аятында: "Арасында екі жүзділер тозақтың ең төменгі қабатында болады. Әрі сен олар үшін жәрдемші таба алмайсың. Бірақ тәубе етіп, түзеліп, Аллаға жалбарынып, діндерінде Алла үшін ықыласты еткендер, міне солар мүміндермен бірге болады. Алла мүміндерді зор сый береді". Бұл аят дәлелдейді, кімде-кім ықыласты болатын болса, ол Алла тағаланың сүйікті құлы болып, нифақтан алыстап, жәннатқа кіріп үлкен сыйға иеленетінін дәлелдейді. Бұл дәлел адам ықыласты болса мұнафиқ болмайтынына. Аллаху алим. 12-ші жемістерінен тахаммул матаиб уәл масаиб. Ықыласты адам әрбір қиыншылықты, әрбір мусибаттар, яғни жамандық келсе, қиыншылық бір сондай бір ұнамайтын нәрсе келетін болса, ол адам жеңіл көтереді. Неге? Өйткені ол өзінің Раббысынан келген бір үлкен бір
ризық. Өйткені ол сынау мен Алла субханала тағала өзінің махаббатын көрсетіп отыр, немесе күнәларын кешіріп отыр. Яғни егер құл амалын шынайы түрде, ықыласты түрде Аллах үшін істейтін болса, ниеті тек оның жүзі ғана болатын болса, яғни ниетін тек оған ғана арнайтын болса, Алла субханала тағала оған күш-қуат беріп, сабырлық береді. Сондай-ақ бұл дүниеде, ол дүние үшін жұмыс істейтін адамның көтере алмайтын ауыртпалықтарына да төзе алады. Сөйтіп Алла тағаланың тарапынан берген ризыққа ол Аллахтың көмегімен барлық қиыншылықты төзеткен. Оған дәлел Пайғамбар саллаллаху алейхи хадисі кезінде Хаббаб қиыншылыққа ұшырайды. Ол адам көптеген қиыншылықты көріп, азап көрген кезде кейін Пайғамбарымызға келеді. Хаббаб ибн Арт деген сахаба бір күні Пайғамбарымызға келіп, өзінің шағымын айтады. Біз Пайғамбарымызға Қағбаның көлеңкесінде жастықты сүйеніп отырған кезінде шағым айттық. Біз үшін, Аллахтың елшісі, біз үшін жәрдем тілемейсіз бе? Қашан жеңіс болады? Біз үшін дұға етпейсіз бе? Деп сұраған кезде Пайғамбар сол кезде айтты: сендерден бұрын өткендерден бір адамды ұстап, жерге шұңқыр қазып, соған салып, үстінен арамен екіге бөлінгенде, темір тарақтармен оның етін, сүйегін ажыратқан кезде, бірақ бұл оның діннен қайтара алмайтын. Өйткені бұл ісіңде ықыласты бол деп Пайғамбар оған естіген, оған уағыз айтқан. Бұл дәлелдейді адам қиналған кезде, егер де ықыласты болса, ол сол қиыншылықтың жеңіл өткізетініне. Сол сияқты 13-ші жемістерінен нәйлу шафаати нәби саллаллаху алейхи ва саллям Пайғамбарымыздың шафаатына еленеді. Оған дәлел Абу Хурайраның хадисте: "Я Расулулла, мен ас'аду наси би шафаатика яумил қиямати." Яғни сұрады, қандай бақытты адам сенің шафаатыңа еленетініне. Сол кезде Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ас'аду наси би шафаати يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه." Ең бақытты адам қияметіме шафаат меледі. Олар дейді, ықыласты түрде Алла тағаланың жүзі үшін ла иляха иллаллах деген сөз айтқан адамдар. Бұл хадис дәлелдейді, кім ықыласты болса, Пайғамбарымыздың шафаатына еленіп, тозақтан шығарылып, жәннатқа кіретініне. 14-ші соңғы жемістерінен иманның жүректерде көркемделеді екен. Алла субханала тағала Худжр сүресінің 7-ші аятында айтады: "Біліңдер, араларында Алланың елшісі бар. Егер ол көптеген істерде сендерге бағынғанда, сендер қиындыққа түсіредіңдер. Бірақ Алла сендерге иманды сүйікті етті." Мына керек жері, бірақ Алла тағала сендер ықыласты болған үшін сендерге имандарыңды сүйікті етті, оны жүректеріңе көркемдеді. Сондай-ақ сендерге күпірлікті, бұзақылықты және күнәні жек көргізді. Міне солар тура жолдағылар. Бұл аят дәлелдейді, кім ықыласты болса, Алла субханала тағала оның иманын көркем қылып, және де күпірлікті, күнәні жек көрініш қылып қояды екен. Ендігі жаңа мәселе, адам қалай ықыласты болады? Ықыласты болу үшін оның себептері көп, жалпылама тек үшеуін сендерге айтайын. Біріншісі дұға тілеу болар. Аллахтан тауфиқ сұрау, Аллахтан көмек сұрау. Алла тағаланың тауфиқсыз, оның берген бір мұршасыз адам болса, ықыласты бола алмайды. Сондықтан да әрқашанда көптеген хадисте келгендей Пайғамбар дұға ықыластылық сұрайтын болған. Сол себептен мұсылман Алла субханала тағаладан ықыласты болуын көп сұрау керек екен. Біріншісі ол дұға тілеу, Аллахым мені ықыласты қылшы деп. Екінші себеп ықыласты болатын, ол таухид ілімін үйрену. Раббысын таныған адам басқа бір үшін табынбайды, басқа бір үшін жасамайды, басқа біреудің мадақтауы үшін жасамайды. Тек қана бір ғана Аллахтың жүзі үшін ғана жасайды. Өйткені ол Алла тағаланы жақсы біледі, пайданы да зиянды беретін кім? Бір ғана Алла субханала тағала. Сол сияқты таухид ілімін үйрену арқылы адам ықыласты болады екен. Үшінші, тырысу дейді. Осы ықыластылықта көп тырысып, сол ықыластылық жайлы хадистер оқып, аяттар оқып, кітаптар оқып, ықыластылықты қатты ойлап, сөйтіп тырысу арқылы уақыт өте келе адам ықыласты болады екен. Одан кейін жаңа мәселе, ықыласты адамның сифаттары. Қандай оның сифаттары? Жалпы оның сифаттары көп, тек негіз болып қойған тек 8-ін ғана айтып кетейін. Біріншісі, адамдардың мақтағанын қаламайды, әрі мұқтаж болмайды. Бірінші сифат, алиматул ихластың алиматтарынан, ол адамдардың мақтауын сұрамайды, адамдардың жүзі үшін істемейді. Яғни адамы таталлуихи иля санаи наси ва талабихи лаху. Ибн Қайымның сөзі бар: адамның жүрегінде ықыласпен мақтаншақтық немесе адамдардың мақтағанын қалаған болса, ол екеуі бір жерге жиналмайды дейді. Адам жүрегінде ықыластылықпен немесе адамдардың мақтауы бір жүректе жинауға мүмкін емес дейді. Су мен отты бір жерге қалай жиналмайды, сол сияқты адамның жүрегіне мақтау мен ықыластылық бір жиналмайды дейді. Екінші сифаттарынан, ықыластылықтың сифаттарының екінші түрі, дүниеде зухуд санат, ақыреттің амалын жоғары қояды. Әрқашанда ақыреттің амалын жоғары қойып, дүниені тәрк ететін адамдар. Яғни дүниені тек жүрекпен тәрк ететін. Оның дүниесі болуы мүмкін қолында болады. Ол жоқ болып кетсе де, бар болса да, немесе ол дүние кетіп қалса да, немесе қасіретке ұшыраса да, оған дым да серпейді, өйткені оның мақсаты қиямет қой. Зухуд санатын адамдар көбіне ықыласты болады. Аллаху алем. Сондықтан да екінші ықыластылықтың сифаттарынан
аламаттарынан ол адам дүниені тәрк етіп қияметке тырысады, қияметтің амалдарын жоғары қояды. Үшінші, өзінің айыбын, күнәсін мән береді. Көп өзінің жұрттың күнәсіне қарамайды, бірінші өзінің күнәсіне. Әрқашанда өзіне есеп қалады. Өзінің күнәсіне қатты мән береді. Сөйтіп ол адам ықыласты болады екен. Төртіншісі, Алла Тағаланың сенің ішіндегі, яғни жүрегіндегі біліп тұрған еске алып қорқады. Яғни қатты қорқынышта жүреді. Өйткені Алла Тағала біздің әрқайсымыздың ішіміздегі не болып жатқан нәрсені біледі ғой. Жеке алған кезде не нәрсе жасайтынымызды біледі ғой. Сол нәрсені біліп еске алып қорқып жүретін адам ықыласты болады екен. Бесіншісі, адамдардың көзінше жасаған айбат емес, керісінше жеке болған айбаттарды көбейтеді. Адамдардың арасында кей кезде айбаттарды жасау мүмкін, бірақ оның жеке жасаған айбаты халықтың көзінше жасаған айбатқа қарағанда көбірек болады. Бұл сол сияқты ықыластылықтың сипаттарынан. Алтыншысы, айбаттың басында немесе ортасында немесе соңында ықыласты болып тырысады. Мысалы, намазды бастаған кезде ықыласты бастайды, ортасында болған кезде сол ықыластылық жағдайда жүреді, истихдар дейді. И соңында бітірген кезде ықыластылықпен бітіреді. Умраны бастаған кезде ықыластылықпен бастайды, умра барысында рәміздерін істеген кезде ықыласты болады, соңында бітірген кезде ықыластылықпен бітіреді. Бұл ықыластылықтың алтыншы несі? Сифаттарынан. Одан кейін жетіншісі истивал мадхи наси ва адамихи индаху. Яғни сені адамдар мақтаса да, сені жамандаса да, саған бәрі бар ғой. Сенің жүрегінде қой бірдеңе. Ол мақтаумен сені ешқашанда бір айбат жасауға ынталандырмайды, және сені ренжітумен, ашуландырумен, сені жамандаумен бір айбатты тәрк етуге апармайды да. Өйткені сен ықыласты болсаң. Ықыласты адам ол нәрсеге мән бермейді. Мақтасын, жамандасын, ол өзінің Аллах үшін айбатын жасай береді. Соңғы сегізіншісі, жасап жатқан амалдардың сені алдап қоймасын. Қабыл болмай қала ма деп қатты қорқып жүреді. Яғни мен тахаджуд оқып жүрмін ғой, мен басқалардан жақсымын, жоғарымын деп сені алдап қоймасын. Әрқашанда жасап жатқан осы ибадаттардың барлығы, умраларың, қажылықтарың, сол сияқты түнгі тахаджудтерің, бүткіл садақаларың қабыл болып қалмай ма екен деп қорқып жүру, ол ықыласты адамның несінен? Сифаттарынан. Имам Ахмад рахимаулла айтады: "Амру нияти шадидун", яғни ниет мәселесі, ықыластылық мәселесі мен үшін өте қатты дейді. Өйткені ниетпен, ықыластылықпен жүріп, сонымен күресу өте қиын нәрсе. Қала Суфиян ас-Саури: "Ма алажту шай'ан ашадду алейя мин нияти лианнаха танқалибу алейя". Яғни мен үшін емдейтін нәрсе ол ниетім дейді. Қатты күресіп, тырысып емдеген нәрсем ол ниетім дейді. Өйткені ол ауысып кете береді мен үшін дейді. Қатты қиын болған адам күресетін нәрсесі ол ниетімен күресу ғой. Табиғин Хасан әл-Басри айтады: "Мен өзім ниетіммен 50 жыл күрестім" дейді. Сосын барып елендім дейді. Сол сияқты Қала Юсуф ибн Аспад айтады: "Тахрису нияти мин фасадиха ашадду алейя ал-амилина мин тул ижтихад". Яғни адам өзінің ниетін дұрыстау, ықыласты қылып тұру немесе оның бұзылып кетуі мен үшін өте қиын нәрсе дейді. Өйткені ол өмір бойы ижтихад жасағаннан да қатты дейді мен үшін. Сол сияқты Сахл ибн Абдилла ат-Тусари деген ғалым айтады: "Уалейса алал нафси шейун ашаққа мин ихлас, лианнаха лейса лаха фи насиб". Яғни адам үшін дейді, адам нәпсісіне ең қиын болған нәрсе ол ықыласпен күресу, ықыласты болу дейді. Өйткені оның алатын жазасы жоқ. Яғни бұл өмірде бір нәрсе істеген кезде, оның жазасын алған кезде сен уже разы боласың да. Ал ықыласты амал жасай берсің, оның сенің жазасын тек қиметті аласың ғой. Сол үшін көп адам оған қиын жасаған кезде қиналады. Сонымен альхамдулилля, Аллахтың көмегімен, нығметімен екінші дәрісімізді бітірдік. Ва ахир дауана анил хамдулиллахи раббил аламин.